Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қарахан мемлекеті. Мына суреттерден не көріп тұрсыз? Оларға ортақ қандай белгілер бар? Бұл құрылыстардың салыну себептері қандай болуы мүмкін? Суреттер арқылы жаңа тақырыпты болжап көрелік. Дұрыс айтасыздар. Бұл суреттерден мешіт және медреселердің салынуы, сәйкесінше бұл ислам дінінің мешіті екенін көріп тұрсыздар. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: неліктен Қарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады? Оқу мақсаттары: 10-13 ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау. Ислам дінінің қоғамдық өмірге ықпалын анықтау. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдары өмір сүрген мемлекеттердің қатарына жатқызамыз. Мемлекеттің құрылуы және құрамы туралы айтсақ, Қарахан мемлекеті Қарлұқ қағанатының орнында құрылған. Бастапқы территориясы Жетісу және Шығыс Түркістанның бір бөлігі болса, кеңейгенде Мауреннахрды қосып алды. Орталығы Баласағұн. Мемлекетінің негізін салушы Сатық Боғрахан 915-955 жылдары билік етті. Ол Білге құл Қадырханның немересі. 840 жылы Білге құл Қадырхан ұйғыр қағанатын талқандап, өзін Қарлұқ қағанаты деп жариялады. Испиджаб билеушісі болған. Білге құл Қадырханның екі ұлы болған. Біріншісі Арслан, екіншісі Оғылшақ. Арслан Баласағұнда болса, Оғылшақ Таларазда, кейін Қашқарда билік етті. Сатық Боғрахан Саманилерден ислам дінін қабылдап, 940 жылы Оғылшақты жеңіп, 942 жылы Қарахан мемлекетін құрды. Қарахан мемлекетінің түрік қағанатының жалғасы болды және саяси, экономикалық, мәдени жағынан дамыған мемлекет болды. Қоғамдық құрылысы: Қарахан мемлекетінде Жікіл, Яғма, Қарлұқ, Қаңлы, Үйсін тайпалары өмір сүрді. Негізгі халқы Қарлұқтар. Мемлекет басқару ісі Жікіл және Яғма тайпаларының қолында болды. Жікіл тайпаларының тотемі арыстан болғандықтан, хандары Арслан атағын алатын. Ал Яғма тайпаларының тотемі бура болғандықтан, хандары Боғра атағын алған. Билік мұрагерлікпен берілді. Билеушісі хан ұрпақтарын тегін бек, ілік хан, нөкер қатарына жататын. Уәзірі кеңесшісі болған. Ханға әскери қызмет үшін уақытша берілген жер иелігін иқта деп атайды. Оны иеленуші парша, иқтадор, арабша, мұқта өз иелігінен салық жинап, ханға әскери қызмет етті. Діни жер иелігі вакыф, оған салық төлемеді. Жер иеленудің үлескерлік түрі болды. Араб, парсы деректерінде музири, барзигар деп атады. Оның иесі жерін шаруаға жалға беріп, өнімнің біразын салық ретінде алып отырған. 11-12 ғасырларда коммендация, халық қамқорлыққа алу арқылы жер иелену түрі болған. Бұнда қауым мал-мүлкін байлық қамқорлығына өткізген, салық төлеген. Есебіне бай оны қорғаған. Мемлекеттің саяси жағдайы: 955 жылы Сатық Боғрахан қайтыс болған соң, билікке оның ұлы Мұса келді. 960 жылы Мұса исламды мемлекеттік деп
жариялады. Астанасы Қашқар болды. Баласағұнда Мұсаның інісі Сүлеймен билік етті. Мұса орнына Әли Арслан 960-990 жылдары билік етсе, Хасан Боғрахан Насыр 990 жылы Тараз, Испиджабты бағындырды. 996 жылы Мауреннахрға аттанып, Насыр 999 жылы Бұқараны басып алды. Ал Жүсіп болса 992 жылы Хотанды алды. Ирандағы Самани әулетінен Мауреннахрды бір жолата тартып алды. 1040 жылы хандық екіге бөлінді. Ол батыс және шығыс. Батыс хандығы территориясы Мауреннахр аймағы болды. Астанасы Үскен қаласы, кейін Самарқан болды. Ханы Ибрахим Тамғаш Боғрахан 1089 жылы Селжүк сұлтаны Мәлік Шах батыс хандықты бағындырып вассалы етті. 1102 жылы Баласағұн мен Тараз билеушісі Қадырхан Жәбірейіл Мауреннахрды басып алды. Шығыс, яғни негізгі хандығы территориясы Жетісу, Шығыс Түркістан болды. Астанасы Күзорда, кейіннен Қашқар. Ханы Арслан хан Сүлеймен. Қарахан мемлекетінің негізгі бөлігі болғандықтан, ханы ұлы хан болып есептелді. Селжүк сұлтаны Мауреннахрға ықпалы күшейгенде Қарахандар әлсіреді. Ал Шығыс хандықта 1130 жылы Қарақытайлар көшіп келіп, Шығыс хандықта ықпалына түсіре бастады. 1141 жылы Қатуан Самарқан таласында шайқаста, яғни ол Селжүктар мен Қарахандар арасында болды. Нәтижесінде Қарақытай жеңді. Қарахан мемлекеті Қарақытайға толық тәуелділікке түсті. Селжүктар орнына Хорезм мемлекеті күшейіп шықты. Текеш шах кезінде Хорезм Қарақытайға соққы берді. Қарахандар Хорезммен бірігіп тәуелсіздігін алғысы келді. Мұхаммед Хорезм шах талас бойында Қарақытайларды жеңді. Өзіне опасыздық жасағаны үшін батыс хандық билеушісі Оспанды жазалады. 1212 жылы Қарахан мемлекеті бір жола құлады. Қарахан мемлекеті батыс хандық Хорезмге бағынды, шығыс хандығы Найман ханы Күшілікке бағынды. Шаруашылығы Жетісуда отырықшы оңтүстік Қазақстан мен шығыс Түркістанда жартылай көшпелі мал шаруашылығы болған. Мәдениеті кедейленген малшы егіншілер жаппай отырықшыланып, қыстағы кент, қала санын көбейтті. Қала көбейген соң қолөнер, көзе жасау шеберханасы дамыды. Саудамен негізінен соғдылар айналысқан. Махмұд Қашқари соғды мен түрік өте ұқсас деген. Исламның мемлекеттік дін болуына байланысты мешіттер, күмбездер көбейіп, сәулет өнер дамыды. Айталық Айша бибі, Бабаджа қатын, Қарахан кесенелері салынған. Сәулет өнерінің ерекшелігі шығыс моншаларының көптеп салынуы. Оқушылар, енді тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма Қарахан мемлекетін ерте орта ғасырлардағы мемлекеттермен немесе бір мемлекетті таңдап алып, салыстырып, ұқсастықтары мен ерекшеліктерін анықтаңыз. Яғни, саяси дамуы, жер иелену ерекшеліктері, мәдениеті, шаруашылығы. Әр қайсыңыз өз жұмыстарыңыздың нәтижелерін постерге, Вен диаграммасына орындап қорғайсыздар. Бағалау критерийі Қарахан мемлекетінің даму ерекшеліктерін анықтайды. Дескриптор әр сала бойынша Қарахан мемлекетінің екі ерекшелігін анықтайды. Әр сала бойынша Қарахан мемлекетінің екі ұқсастығын көрсетесіздер. Екінші тапсырма Қарахан мемлекетінің аумағын кескін картаға түсіріңіз.
мәтінді оқып, аталған географиялық аймақтар шекарасы бойынша Қарахан мемлекетінің аумағын кескін картаға түсіріңіз. Дұрыс жауабымен салыстырыңыз. Рефлексия. Бүгінгі сабақ сіздерге қалай түсінікті болды? Менің бүгін білгенім, менің бүгінгі үйренгенім, менің байқағаным, мен келесі мәселелер бойынша көбірек білгім келеді ұсынысы бойынша өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Үй тапсырмасы. Сәйкестендіріңіз. Яғни, қоғамдық құрылысында біз айтып өтілген анықтамалықтарына сәйкестендіресіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.